Сіздер мен студенттер, бүгін сіздермен Қарағанды тау-кен индустриалдық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы Беспаев Дулат Денисбаевич. Қазақ тілі пәні бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз әлемді таң қалдырған кереметтер. Алдымен суреттер галереясы бойынша алдарыңызда берілген суреттер галереясы арқылы алдарыңызда берілген суреттерге қарай отырып бүгінгі тақырыпқа болжам жасайық. Алдарыңыздағы суреттерде Эйфель мұнарасы, Бурдж Халифа ғимараты, Биг Бен мұнарасы бейнеленген. Бұлар нені білдіреді? Тақырыбымыз қандай болады деп ойлайсыздар? Рахмет. Бізге сіздерден кереметтер, әлемнің 7 кереметі, биік ғимараттар деген нұсқалар келіп түсті. Бүгінгі тақырыпты ашып қарайық. Өте жақсы, тамаша. Бүгінгі тақырыпты нақты анықтадыңдар. Әлемді таң қалдырған кереметтер, грамматикалық тақырып, тілдік норма және жаңа қолданыстар. Сабақ мақсаты: әлемдегі ең биік Бурдж Халифа ғимараты жайлы мәлімет алу, алған мәліметтер негізінде өз ойын білдіру, мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Тілдік норма және жаңа қолданыстар дегеніміз не? Тіл дамуының әр кезеңі өзінің алдындағы тілдік дәстүрді жалғастыра отырып, тілді объективті түрде дамытады, өлшейді, саралайды, тиімдісін қалдырады, сөйтіп тілдік норма тудырады. Норма дегеніміз қоғамдық қажеттілікті өтеу үшін тіл құралдарының ішінен дұрыс, қолайлысын таңдап алу. Сөз байлығын, грамматика, орфоэпия, орфография және тағы басқа салалар дұрыс нормаланған болса, әдеби тілдің нормалау ұстанымы жүзеге асады. Бұл сөз мәдениетінің артуына сөзсіз әсер етеді. Әдеби тіл мен тілдік норма егіз ұғым. Өйткені тілдік норма дегеніміз мәңгілік қатып қалған сірескен қалып бойынша құрылмайды, немесе тілдік материалды ауызша жазбаша түрде ережеге салып, тілді қалыпты нормадан айыру емес, керісінше сөзді дәл, анық, түсінікті әсерлі етіп жеткізудің жолдарын іздестіру. Сөз мәдениетін қамтитын тілдік норманың 3 түрі бар. Бірінші тілдік норма. Оған лексика, сөз жазамдық, грамматика, дыбысталу нормасы жатады. Екінші этика, сөз нормалары, сөйлеу этикасының ережелері жатады. Үшінші коммуникативтік норма, сөйлеу қарым-қатынасының тиімділік қағидалары жатады. Актив сөздер және пассив сөздер дегеніміз не? Актив сөздерге күнделікті өмірде, тұрмыста үнемі қолданылатын, мағынасы қазақ тілінде сөйлейтіндердің бәріне түсінікті, дағдылы сөздер жатады. Актив сөздерге жалпы халықтық сөздер жатады. Оның құрамына амоним, синоним, полисемия, антоним және фразеологизмдер кіреді. Пассив сөздер дегеніміз не? Пассив сөздері қазіргі кезде көнерген, көнере бастаған сөздер және көпшілікке әлі кең тарамаған жаңа сөздер, неологизмдер жатады. Қоғамдағы тарихи оқиғалар, қоғамдық өзгерістерге байланысты тілімізге енген сөздер жаңа атаулар мен неологизмдер деп аталады. Яғни пассив сөздерге тарихи сөздер, историзмдер және жаңа атаулар, неологизмдер жатады. Үздіктің таушы әдісі арқылы мәтінді тыңдайық. Бурдж Халифа ғимараты. Бурдж Халифа, Бурдж Дубайда орналасқан әзіргі әлемдегі ең биік ғимарат. Ол 2010 жылы салтанатты түрде ашылды. Салтанатты рәсімді тікелей эфирден 2 миллиардтан астам адам тамашалаған. Биіктігі 828 метрге жететін бұл мұнара әлемдегі ең биік құрылыс. Мұнара мыңдаған жұмысшының қолымен 5 жыл бойы тұрғызылып, мол қаржы жұмсалған. Бурдж Халифа кешенінде қонақ үйлер мен кеңселер, сауда орталықтары, сондай-ақ жаттығу залдары мен хауыз, мейрамханалары бар. Ғимараттың жанында 50 түрлі түсті жарық қондырылған ән салатын субұрқақ орналасқан. Ол әлемдегі ең үлкен архитектурасы жағынан ерекше субұрқақтардың бірі. Оның ұзындығы 275 метрге жетеді. Тербеліс кезінде су 150 метр биіктікке көтеріледі. Бұл шамамен 50 қабат үйдің биіктігімен тең. Аталған мәтін бойынша бірінші тапсырма. Бірінші топ мәтінді баяндайды, екінші топ мәтін бойынша сұрақ құрастырады, үшінші топ негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды. Екінші тапсырма. Сандар сөйлейді. Кестенің бірінші бағанында сандар және екіншісінде мәліметтер берілген. Олар бір-бірімен сәйкес келмейді. Сандар мен мәліметтерді бір-бірімен дұрыс
сәйкестендіреміз. Дұрыс жауабы. 2010 жылы салтанатты түрде ашылды. 50 түрлі түсті жарық қондырылған ән салатын су бұрқақ 5 жыл бойы тұрғызылды. 50 қабат үйдің биіктігімен тең. 828 метр мұнараның биіктігі. 2 миллиард адам тамашалаған. 150 метр су көтерілгендегі биіктік. 275 метр су бұрқақтың ұзындығы. Тамаша, рахмет. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма оқулық бойынша 5-ші жаттығуды орындау. Төртінші тапсырма. Таң қалдырған кереметтер әлемі тақырыбында есте жазамыз. Бірге бөлек дефис арқылы жазылатын сөздерді қолдана отырып. Үйге тапсырма. Таң қалдырған кереметтер әлемі тақырыбындағы естені аяқтау. Кері байланыс. Ет тартқыш, сандық, қоқыс шелегі әдісі арқылы. Құрметті студенттер, бүгінгі тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар. Бүгінгі сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толтыруым керек дегендері болса, ет тартқышқа салыңыздар. Бүгінгі сабақты күлегештер арқылы бағалап өтейік. Барлығы алдарыңызда берілген барлығы түсінікті, жартылай түсініксіз деген күлегештерді көтеріп арқылы бүгінгі сабақты бағалаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.